Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қоры өзін-өзі басқару реформасы туралы бірнеше бейнероликті сізге ұсынады. Бірінші бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ол 30 жылдың ішінде тәуелсіз Қазақстанда өзін-өзі басқару жүйесі не себептермен, қандай себептермен дамымаған. Яғни Назарбаев кезіндегі мемлекеттік басқару басым болып, өзін-өзі басқару жүйесі енгізілмеген, сол күйінде қалған. Сіздің білетініңіздей 95 жылы қабылданған Конституцияда өзін-өзі басқару жүйесі туралы арнайы заң 2 жылдың ішінде қабылдану керек еді. Бірақ та 2 жылдан кейін ондай заң қабылданбаған, және де ол жөнінде Конституциядағы талаптар алынып тасталынған. Жалпы Назарбаев бұл өзін-өзі басқару жүйесін енгізбегені 2 себебі бар. Біріншісі саяси, екіншісі экономикалық себеп. Саяси себеп жергілікті жағдайларда басқару, мемлекеттік басқару енгізілген. Ол кездерден мемлекеттік басқарудың бәрі облыстық әкімдердің қолына берілген. Яғни жергілікті билік облыс әкімдеріне берілген. Олар төменгі тұрған әкімдерді, мәслихаттарды, депутаттардың бәрін қадағалайды. Қазірдің өзінде осындай жағдай. Бұл жерде облыс әкімі саяси тұрғыдан тікелей президентке бағынады, себебі президент оны тағайындайды өз жарлығымен. Және де сол облыстың көлемінде әртүрлі саяси науқандарды өткізіп, мысалы сайлауды өткізу, референдумдарды өткізу, Нұр Отан және билікшіл партияларды қолдау, тағы басқа сондай саяси функциялардың соларға берілген қолдарына президент тарапынан. Сол үшін саяси тұрғыдан облыстық әкімді отырғызып ұстап тұру Назарбаев жүйесіне өте тиімді болды. Себебі билікті жергілікті жерде халыққа берсе, онда кім біледі, қанша президент ауысатын еді. 30 жылдың ішінде 5-6 президент ауысатын еді. Ал осыны мысалы жолын бөгетіп, осындай өзін-өзі басқару жүйесін дамытпай, Назарбаев билікті сақтап қалуға әрекет жасаған. Оның ішінде ең негізгі буын ол облыстық әкімдер. Енді экономикалық себептерін талқыласақ, облыс әкімдері сол облыста бүкіл берілген бюджетті қадағалайды. Ол қалай, мысалы, ол бюджет қалай жаратылатыны, қандай шығындар өтелетін, қандай проекттер жасалатын бәрін қадағалайды, және бизнеске қадағалау жасайды. Кез келген бизнесті тұншықтырып алуға болады, тартып алуға болады, немесе өзінің жақын адамдар болса, онда ол бизнесті дамытуға жағдай жасауға болады дегендей. Сол жолмен бүкіл экономикалық өмір сол облыстарда облыс әкіміне тікелей тәуелді болып жүрген, қазірде де солай. Экономикалық жағынан және саяси жағынан бұл монополия жасау, яғни монопольдық жолмен тек қана өздеріне қолдарына бүкіл ресурстарды алып, экономикалық ресурстарды, саяси, әкімшілік ресурстарды қолдарына жинап алып, осылай бұл Назарбаев жүйесі 30 жыл өмір сүрді. Енді осыны әкімдер жүйесі өз тиімсіздігін соңғы жылы қаңтардан бастап арғарата тиімсіздігі бізге айдай анық болды. Оның ішінде өзіңіз білесіз, қаншама ТЭЦ деген жылу беретін жүйелердің авариясы болды,
үкімет отырысында 20 желтоқсанда энергетика министрі тікелей, яғни 37 ТЭЦ-тің 20-сы аварийный жағдайда болғанын айтып берді. Яғни бұл монопольдық облыс әкімдері арқылы жергілікті мәселелерді билеу өз тиімсіздігін көрсетті, дәлелдеді. Сол себептен бұны тез арада біз алып тастап, оның орнына өзін-өзі басқару жүйесі, яғни халықтың даусына, халықтың билігіне бағытталған жүйе, демократиялық жүйе, өзін-өзі басқару органдары, ол былайша айтқанда кеңестер, яғни кеңестер атқарушы органдарды, әкімдерді өздері тағайындайды немесе сайлайды, сосын оларды қадағалайды. Сондай жүйе енгізу керек. Келесі видеоларда біз осындай өзін-өзі басқару жүйесін енгізу үшін тағы қандай реформа жасау керек туралы айтып береміз. Негізі ең маңызды деп ойлайтын бағыт ол әкімшілік территориялық аумақтық реформа өткізу керек. Себебі біздің облыстарымыз тиімсіз және де көлемдері, аумақтары өте үлкен. Оны келесі видеода айтып береміз.